Ассалаумағалейкум, бәріңізге қалайсыңдар? Мен сендерге кішкене арман туралы айтып кеткім келеді. Көбірек армандаңдар, армандар орындалады. Әрдайым армандап, армандарыңды қағаз бетіне түсіріп жүріңдер, жазып жүріңдер. Күнделікті жоспар жазып жүріңдер. Күнделікті жоспар. Бүгін не істеймін, бүгін таңертең тұрам, мысалы жуынам, душқа түсем, или жұмысқа барам, жұмыстан келем, сабаққа барам, сабақтан келем. Бәрін как положено күнде жазып жүретін болсаң, жоспарды. Бұл өте пайдалы. И армандарыңды тоже күнде жазып жүріңдер. Арман өте, қалай айтсам болады, сильный, короче. Көбірек армандасаңдар, орындалады действительно. Мысалы қарасаң, 100 арман орындайды, ойласаңдар, мысалы 100 арман жоқ дегенде 70-80 орындалады. Бұл рас. Научно доказано. Армандарыңды постоянно жазып жүріңдер, қағаз бетіне түсіріп жүріңдер, сонда ғана орындалады. Ал просто так армандап қоя салуға болмайды. Ой, мен бүйтем, мен сөйтем, мысалы бүйткім келеді, сөйткім келеді деген болмайды. Обязательно міндетті түрде қағаз бетіне түсіру керек. Кез келген спорт болсын, мемлекет болсын, компания болсын, бәрі қағаз жүзінде жүреді. Мысалы жарысқа, мысалы балалар барайын деп жатыр, мысалы тренер, жаттықтырушы жазады, мысалы қарасаң, мысалы 10 бала барады, оның жоқ дегенде 1-2 примерно план бойынша, жоспар бойынша 1-2 алтын медаль алады, 1-2 орын алады деп үміттеніп барады. И кез келген, мысалы Қазақстан елінде де, қазақ жерінде де айтады, 2030-ға қарай Құдай қаласа біз дамыған 50 елдің қатарына кіреміз деп қағаз бетіне жазады да, бәрін как положено планмен. Мысалы кез келген заң болса да қағаз жүзінде жазылған. Сол сияқты адамда бәрін қағаз жүзінде жазу керек, планды, жоспарды, бәрін жоспарлап жазу керек. И армандарды да тоже жазу керек. Жазғанда ғана барып орындалады. Дұрыстап жазатын болсаң, мысалы, мен не істеймін, машина алғым келеді, мысалы, мен машина алам деп жазасың. Мен үй алам, мен бизнес ашам, мен Америкаға барам, или мен Дубайға барам, мен, короче, сондайлардың бәрін мен деп жаза беру керексің. Мейлі андай не болмау керек сенде деген ограничение. Ой, мен арманым орындалмайды, или ой, невозможно, мүмкін емес, ондай деген болмау керек. Онда миыңнан алып тастау керексің. И бәрін жаза беру керексің. Ойламау керексің ғой, короче айтқанда. Орындалады деп ойласаң, орындалады действительно. Сол көбірек армандаңдар. Айтайын, видеоны қарап көңіл бөлгендеріңе рахмет. Ұнап жатса лайк басыңдар, менің каналыма қосылып, инстаграмға қосылыңдар, сұрақтарың болса жазып отырыңдар. Сол армандаңдар, армандар орындалады. Давайте, всем пока.